Болжай білу құдіреті қалай пайда болады? Ойлар немесе белгілі бір ұғымдар адамның санасында сезім түйсігі арқылы туады. Олардың туындау жолдары төмендегілердің бірі болуы мүмкін. Шексіз ақыл-ой. Адамның түйсігінде кез келген 5 сезім арқылы туындап, әсер қалдыратын сезімдер мен түстердің кейбір элементтері сақталған. Саналы түрде орын алған ой арқылы сол ойдың не ұғымның көрінісін білдірген басқа бір адамның ақыл-ойы арқылы, басқа адамның ішкі сезімі мен түйсігі арқылы. Ми жұмысы жанданған сәтте адам баласы алыстағыны барлап, ойы шарықтай жөнеледі. 10 қоздырғыштың біреуі немесе бірнешеуі арқылы ми әрекеті іске қосылған кезде адам ойлауы әдеттегі ойлау көкжиегінен асып түседі. Осылайша ол әдетте қол жеткізе алмайтын жетістігіне ие болып, шықпастай болған шыңына көтеріледі. Жігерді қоздыратын кез келген форма арқылы ойдың осындай жоғары шегіне жеткен адам жерде тұрып көре алмайтын затты аспанда ұшақта отырып көргендей әсер алады. Бұл деңгейге жеткен адам әдеттегідей күнделікті күйбең тіршілікке басын қатырып, тамақ, киім және баспана мәселелері туралы ойлап та жатпайды. Себебі ол ұшаққа отырып көз жетпес жерге көз салғандай. Күнделікті мазалайтын ойларды ысырып, жаңа, өзін шабытқа жетелейтін ой құшағында болмақ. Ойлаудың осындай күйінде болу арқылы ол санасындағы шығармашылық қиялына ерік береді. Осылайша 6-шы сезім іске қосылады. Сөйтіп басқа кезде қабылданбауы мүмкін ойларға жол ашылады. Олай болса 6-шы сезім данышпан мен қарапайым адам арасындағы айырмашылықты анықтайтын меже іспеттес. Ішкі дауыс. Шығармашылық қабілет адамның ішкі сезімінен туындайтын факторларға күннен күнге ерекше назар аударып келеді. Бұл қабілетті көбірек қолданған сайын адамның оған деген сенімі арта түседі және соған сүйене отырып ой элементтеріне байланысты талаптар қояды. Бұл қабілетті тек ұдайы қолдану арқылы арттырып дамытуға болады. Біреудің ар-ұяты оның ішкі сезімінің қабілетіне байланысты. Танымал суретші, жазушы, композитор және ақындардың данышпан болу себебі олар шығармашылық қабілеттерінің көмегімен ішкі дауыстарына сенім артады. Қиялы алысқа сермейтін адамдардың ұшқыр ойлары ішкі сезім немесе түйсігі арқылы пайда болады. Сөзге шешен адам данышпандыққа жету үшін көзін жұмып тұрып, шығармашылық қиялына ерік береді. Бірде көзін тарс жұмып көсіле сөйлеген бір кісіден шабытыңыз келгенде неліктен көзіңізді жұмасыз деп сұраған едім. Ол көзімді жұму арқылы мен ішкі жан дүниемде жасырынған ойдың барлығын жарыққа шығарамын деп жауап береді. Американың танымал және көп жетістікке қол жеткізген қаржыгері шешім қабылдамастан бұрын бірнеше минут көзін жұмып ойлануды әдетке айналдырған екен. Одан неліктен солай істейтінін сұрағанда, көзімді жұмып тұрып, жоғары деңгейде ой жүгіртемін деген екен. Өнертапқыш ойларының бастау көзі. Марқұм доктор Элмер Гейтс, Чеви Чейз және Мэри Ленд секілді өнертапқыштар 200-ден аса пайдалы патент шығарған. Олардың көбі шығармашылық қабілетті қолдану мен дамыту үрдісінде өзекті жаңалық саналады. Данышпандар санатына қосылатын доктор Гейтстің тәсілі данышпандыққа жетуге талпынғандар үшін қызықты әрі маңызды. Оның есімі атақты ғалымдардың есімі секілді мәшһүр болмаса да, данышпан екеніне еш күмән жоқ. Оның зертханасында өзі жеке қарым-қатынас бөлмесі деп атайтын арнайы бөлме болған. Бұл бөлменің қабырғалары дауыс естілмейтіндей мығым еді және терезелері сырттан жарық түспейтіндей тұмшаланып ұдайы қараңғы болып тұратын. Оның ішіндегі кішкентай үстелдің үстінде Гейтс барлық жазбаларын сақтайтын. Үстелге қарама-қарсы қабырғада жарықты реттейтін электр түймесі болған. Доктор Гейтс өзінің шығармашылық қабілеті арқылы ерекше сезімдерге бой алдырғысы келгенде, осы бөлмеге кіріп, жарықты өшіріп, ойындағы факторларға ден қойып, аталған факторларға қатысты қандай да бір шешімге келгенге дейін бір нүктеден көзін алмай отыра беретін болған. Кей жағдайларда өзінің мақсат тұтқан ойларының ұшығына тез жететіні соншалық, тіпті оларды жазу үшін кейде оның 3 сағатқа дейін уақыты кететінін. Ойлар келмей бөгеліп қалған сәтте ол жазбаларын қарастырып отырып, ондағы қағидалардың қысқаша сипаттамасының өзі ғылымдағы қол жеткізген деректерге ұқсамайтынын байқайтын. Оған қоса өз сұрағының жауабын да сол жазбалардан табатын. Доктор Гейтс жеке адам мен ұйымдар үшін идеяны ойлап табу арқылы күнін көретін. Америкалық кейбір корпорациялар оның осындай идеяларға жұмсаған уақыты үшін айтарлықтай қаржы төлеген. Ойлау қабілеті адамның жеке тәжірибесіне негізделгендіктен көбінесе қате болып жатады. Шығармашылық қабілет арқылы қол жеткізген идеялар жай ойлауға қарағанда әлде қайда сенімді болады.
себебі олар сенімді қайнар көздерден туындайды